Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатуху, ардақты мұсылмандар, құрметті мұсылмандар. Біз қазір гидроуровеньмен қалай жұмыс жасау керек екеніне қысқаша ақпарат беріп өтеміз. Ең алдымен бұның жұмыс жасау емес, ішіндегі суды қалай оздық қалмай толтыру керек екенін көрсетеміз. Ең жалпы былай ауызша айтып жіберейін. Бірінші екі бөліктен тұрады ғой. Сол бір бөлігін жерге тастаймыз, екінші бөлігін ана биіктеу жерге шелекті қоямыз да, мынаны батырып соған сосын мынаны су ағызу арқылы ішіндегі ауаларды кетіреміз. Ол үшін біз жалпы шлангісін бір қарап өткеніміз жақсы, ондай бүгіліп атқан жерлер қалмаған жақсы ондайлар. Сол себепті тартыңқырап немесе алшақтау тастап ары керекке. Солай қазір жалпы істеп атқан барысын көрсетемін. Ашып тастадық. Суды жылдамырақ тассын деп, қазір басын былай суға батырамыз. Сосын ар жағынан су тартып, соны бастаған жерден оздықтар кетеді, сол оздықтар жағалап ар жақтан қараймыз. Сосын болған күйден жоғарыға көтеріп өтіп, аузын басып қаламыз. Енді толық түсіруге мүмкіндік болмай жатыр, аз айтып өтейін деген ниет. Ора тартып жіберші. Бір-екі рет тартып жіберші оздықты. Әне, оздықтар иіліп кетіп батыр ғой. Соны бір кішкене бір минут, целый 2 минут жерге ағызып тастап, міне соңғы жақтарын мында кетіп батыр. Осы тұстарда оздықтар кетіп батыр. Неқтар уже оздық жоқ. Неқта круговой су. Ар жақтан сол оздықтар, соңғы кеткен оздықтар шығады. Сосын жоғарыға қарай көтеріп аламыз. Сосын дәл жаңағы тәсілмен істелгеннен кейін бүйтіп екеуін бір-біріне қосып ұстаймыз. Бұнда екеуі бірдей деңгейде тұрса, ол жұмыс жасай беруге болады деген сондай бір қорытынды сөз шығады. Екеуі де бірдей деңгейде тұр. Ішінде оздық жоқ деген белгі. Ауыздарын жауып, үстіп байлап, бір шетін дәл үстіп жоғарыға қарай іліп жұмыстарымыз жасай береміз.